Ескелді би. Ескелді Жылкелдіұлы қазақтың атақты батыры, ел бастаған көсемі, әрі қара қылды қақжарған би шешені. Ол 1692 жылы туып, 1780 жылы қайтыс болған. Ескелді және оның ұрпақтары қазіргі Талдықорған облысының Қаратал өзені бойын мекен еткен. Ескелдіні ол өңірдегі халық көріпкел, әулие, ел қамқоры болған абыз деп оның аруағына сыйынады. Шыққан тегі 12 ата жалайыр, оның ішінде сиыршы атасынан. Қазан революциясына дейін Шымкент, Әулиеата уездерін мекендеген ұраны Бақтияр. Ескелдінің әкесі Жылкелді, оның әкесі Жанғабыл да кезінде ел қорғаған батыр, халық намысын ойлаған қайырымды ер азаматтар болған. Ескелді Төле бидің кенже қызы Ұланбикеден туады. Ұланбике құрсақ көтергенде дейді ел арасында әкесінің бадада жүрген Тарғыл бұқасының басына жерік бопты. Тарғыл бұқа бүкіл паданы ұры қарыға, қасқыр бөріге алдырмайтын өзінен айбатты әрі қайратты қасиетті киелі жануар екен. Жасынан еркек шора болып ер жеткен Ұланбике әкесінің аулына Тарғыл бұқаны берсін деп ат шаптырады. Әкесі Төле би көп ойланбастан: «Бәрекелді, мен қызымнан еш нәрсе аямаймын. Алла тағаланың бұйрығы шығар. Жігіттер, Тарғыл бұқаны алдырыңдар, ақсары басты шалдырыңдар. Құда қаласа, болашақ жиенім қамал бұзар, қаһарман болар» депті. Сонымен жігіттер Тарғыл бұқаны Жылкелді ауылына апарып береді. Тарғыл бұқа сойылады, басы қазанға салынады. Ұланбике қазанды төңкертіп шыдамсыздана береді. Бас піседі, қазаннан түседі, Ұланбике алдына қойылады. Ұланбике пышақпен бастың желкесіндегі бұлшық етті кесіп алып, түгел жеп қояды. Оған қоса тілін, таңдайын да қоса жеп, қара терге түсіп, терлеп жерігін басыпты. Осыны жігіттер елге айтып келгенде Төле би: «Болашақ жиенбай, ел бастайтын батыр, көсем, сөз бастайтын шешем би болады екен, әумин» депті. Аруақты Төле би жаңылмапты. Болжамы дәл келіп, Ескелді ер жете келе батыр әрі шешем бопты. Жалайырлап жауға шапқанда жауын бет қаратпай жеңіп шыға берген деседі ел. Ертеде жалайыр елі Қызылқұм, Сырдария жағалауы мекендеп жүріпті. Ескелді би, Балпық би, Орақты, Жолбарыс батырлар, Қыбылиса жырау бәрі бас қосып ақылдаса келіп, Абақ, Тарақ туысымызды табайық. Бұл жер бізге түпкілікті қоныс болатын түрі жоқ. Жан-жағымыз анталаған жау, маза бермейді деп ауа көшіпті. Сыр бойындағы елді ол кезде Тәуке ханның Болат деген баласы билеп тұрады. Болат хан әкесінде емес Бостау екен. Оны қалмақтар басынып алады, ал қазақтар әкесінің аруақ атағы үшін сыйлап жүреді. Ескелді батыр бастаған жалайыр елі Болат хан ауылына тұрақтай алмапты. Ол жерден де көше жөнеліп. Сонда Болат хан: «Бұл жалайырлар мені менсінбейді ғой». Өзінің оқ жүйрік деген тұлпарына мініп, жігіттермен көштің алдын кес-кестеп тосыпты. Хан қаһарланып: «Ордаға аялдамай аруақ аттап қайда барасыңдар?» депті. Сонда Ескелдіден бұрын Балпық би: «Ханнан хайыр болмаса, халық тозады. Сенің хұзырыңда бола алмаймыз. Қойнауы құт Қаратау, Нұқ пайғамбардың кемесі тоқтаған Қазығұрт киелі жер емес пе? Барша қазаққа төрелік айтқан Төле биде ағамызға барып қосыламыз». Ескелді де найзасын жерге қадапты да ханға қарап: «Уа сұлтаным, әкең сенің Тәуке хан, әз Тәуке болып, ел аузына ерте ілінді, тағылымды талай істіндірді. Қалған үмітін үрім бұтағынан күтіп, сенің атыңды Болаттай болсын деп Болат қойғызып еді, бірақ сен Болат болмай Болбыр болдың. Бізді басынбаған кім қалды? Оң бүйірден қоқан қаны қысып тұр, қақ маңдайдан қалмақ қысып тұр. Балпық дұрыс айтады. Хан озды, ордаңды бұзып, отқа жақ, бізбен бірге көш. Кілемге бергіс алаша бар, ханға бергіс қараша бар» деген Төле би аман болса, саған да маған да жер табылады деп жүріп кетіпті. Сыр бойынан ауа көшкен 12 ата жалайыр елін Ескелді батыр бастап, Көшім ханның ескі жайлауы Есіл Нұра бойлап қыстап шығады да, онан соң Жетісу өңіріне ойысады. Алатауға жетіп, көшін тоқтатады да, бұл жерді жайлап отырған Қалмақ, Жоңғар хандығымен соғысып, оларды Жетісудан түре қуады. Сөйтіп, Іле Балқаш бойын
азат етеді. Есін жинаған соң қасына Балпық, Қыблиса жырауды, Қоғыл, Қорткелді, Орақ батырларды ертіп жер қарайды. Жағасында сәмбі Қараталы жайқалған суы мол өзенді кешіп өтерде, міне қоныс деп осыны айт. Қараталы жайқалған, балығы тайдай тулаған, бақасы қойдай шулаған, шеңгелі үйдей, қояны қойдай, өзеннің арнасы күндіз күлтедей, түнде меруерттей ағады. Аты Қаратал болсын. Жесір әйел мың қой айдайтын жер екен, жетім бала атқа ойнайтын жер екен дейді. Сол көші-қон кезінде Жалайырдан шыққан Бақтыбай ақын былай жырлаған екен: халқы үшін жаралған қайырымы ерекше, артынан ерген ел жұрты кәдімгі жетім көжекше. Ақыл айтқан бәріне ескелді атам бөлекше, Қыблиса Балпық би халқына болған үлкен сый. Ескелді Балпық Қарымбай ортада алтын терекше. Осы айтылған талайлар Сырдарияның бойынан, Қазалының ойынан халқына қоймай жинаған, Қараталдың бойына, Текелінің ойына қоныстанып тойлаған. Ескелді атам бас болып, қалмасын деп аш болып, ол жағында ойлаған. Қаратал көксу арасын, ұлы жүздің баласын жау қолына қоймаған. Балпық атам Қарымбай ақыл асқандарындай, Қыблиса атамыз еліне орын сайлаған. Мың бұлақ қойтас жотасын, иіскеп шөптің опасын, жайраңдап жайлау жайлаған. Ұлы жүз болып бірігіп, ашылмай жігі кірігіп, Абақ атам баласы іленің бойын қармаған. Абақ тарақ бір туған, жақсылық жаққа ұмтылған, ниеті жарық айнадай, атамыз Балпық ескелді, 300-дің ұлын ескерді, бәрін бірдей тең ұстап тастамаған жан адам. Осылай халқы мұрасы, бұрынғылардың сұрасы. 12 ата Жалайыр елін сыр бойынан көшіріп, Қаратал өзенінің бойына қоныстандырған ескелді би оларға арық қазыңдар, егін егіңдер, тал отырғызыңдар депті. Қай жерден арық қазу керек, қай жерден тоспа, тоған жасау керек, қай жерге бидай, қай жерге арпа егу керек екен өзі айтып көрсетіп, жол салып отырады екен. Бір жолы қазіргі Талдықорған ауданының жоғарғы жағына су диірмен орнатып, одан төмен Шымыр Нұра жотасына қарай арық канал қаздырады. Ескі Нұраға жеткенде су ілгері жүрмей қояды. Суды басқа жаққа бұрғызып, канал табан кісі бойы тереңдетіп қаздырады да, Қарағазан сары баланың қамы үшін, я Құдай, аруақ қолдай көр деп өзі мініп жүрген ақбоз атын құрбандыққа шалдырады. Суды арнаға қайта бұрып жібергенде, ағынды өзен арқырап, жағадан асып, кең жазыққа қаптап жайылып кетеді. Шымыр, Нұра, Ақбоз ат арықтарының сілемі осы күнге дейін жатыр. Шымырды сол ескелді бидің өзі қаздырған. Ескелді, Балпық, Қыблиса үшеуі бір тойдан қайтып келе жатып, мынандай бір әңгіме болжам айтыпты. Ескелді: мен дүние салсам, қай жерге қояр едіңдер? Қыблиса: сізді ақ жауып арулап, Үштөбе маңындағы Қызылжарға қояр едік. Ал Балпықшы дейді ескелді. Қыблиса: мұның жасы кіші ғой, сізден сәл төменірек қойылса керек. Өзіңші дейді Балпық. Сонда ескелді: бұл көріпкел әулие жырау ғой, ата жұртына қарай тартар дейді. Осы 3 әулие бабаның айтқаны айнымай келіпті дейді кейінгі қариялар. Ескелді биді Қыблиса айтқандай Үштөбе маңына қойыпты. Балпық содан төменірек, ал Қыблиса Іле өзені бойындағы Үшарал, Көкбастау баурайына жерленген екен дейді. Сол 3 әулие Айнабұлаққа жеткенде Қыблиса: япырмай, мына жердің ушуай, бұл қалай депті. Сонда ескелді би: бұл жерге жол түсіп, шаһар орнайды екен. Еңбекші көбейеді, ерден әйел көбейіп олар ер қатарлы жұмыс істейді екен. Айтқандай, Айнабұлаққа темір жол түсіп, қалаға айналады. Әйелдердің көбі жол бойында істейтін болады. Дүнген елге келген Қыблиса Балпыққа қарап: япырмай, мына жерден өкіргендей дауыс шығады ғой, бұл не дейді? Сонда Балпық: бұл жерге де кент орнап, ел жиналады. Сол жұмысшының көбін гудокпен оятып, жұмысқа шақырады екен дейді. Сол 3 әулиенің айтқан болжамдары дәл шығыпты дейді ел. Төле бидің қартайған шағында Қалмақтардың Ақшыр деген ханы әрі батыры
Төле бидің Мәмила деген қызын берсе қолынан, бермесе жолынан аламын деп ауылының сыртына ақ шатырын тігіп жатып алып. Мұны сезіп жүрген Балпық би Төле би ағасына барып не қыламыз деген екен. Төле би сәл сабыр ет, Ескелді де келіп қалар, бәріміз ақыл қосармыз депті. Сөйтіп отырғанда Ескелді кеп қалады. Оған қане, бұл жауға не істейміз дегенде Ескелді соғысып қан төкпейік. Бүгін түнде Балпық екеміз оның шатырына барамыз. Ертеңіне бір белгі беріп қалар дейді. Сөйтіп Балпық екеу атқа қонады. Ақшыр ханның ақ шатырына барады. Екі атты Балпыққа ұстатып қойып, ақ дамбалы мен хан шатырына кіріп барады. Қалмақтар карта ойнап отырса керек. Қорыққандарынан бәрі тырп ете алмай қалады. Ескелді қолындағы қамшысының сабымен төрде отырған Ақшыр ханның тамағынан ары-бері жүргізіп алады да үйден шығып кетеді. Артынша ханның аузы мұрнынан қан кетіп, өлім аузынан қалады. Ол дереу жігіттеріне хабарлап, үйлерін жығып, сол жерден көшіп кетеді. Ханның нөкерлері: «О, хан ием, неге көштіңіз? Оларға қарсы соғыс ашпадық па?» дегенде хан: «Қазақтармен соғысып мәз таппаймыз. Менің тауым қайтты. Түндегі келген ақ киімді кісінің екі жолбарысы бар екен. Соның біреуі менің аузы мұрнымнан қан кетірді. Екінші жолбарысы сендердің көздеріңді байлап тастады» депті. Халықтың Ескелді әулиенің демеп, жебеп жүретін екі сары ала жолбарысы бар дейтін себебі осы екен. Қалмақ шапқыншылары Алатаудың биік шыңдарына орналасып алып, төменнен саймен өрмелеген қазақ қолдарына тас домалатып, маңайлатпай қояды. Сонда Ескелді мынандай амал қолданады. Балқаштың ну қамысын орғызып, нар қамыстан жебе жасатады. Оны күнге қақтатып, түйенің өркеш майымен майлатып, жебенің әр жерінен тесік жасатады. Қамыс жебенің ұшын қорғасынмен қаптатады. Сөйтеді де 500 жігітті ертіп, түнделетіп, жау бекінген шыңның етегіне жетіп, жоғары өрмелетіпті. Жақынырақ барып қалмақ бекіністеріне қамыс жебені зулатқанда, пойыздың ыңыраған үніндей ызыңдаған дауыс жан-жақтан гулеп кетеді. Ұйқыда жатқан қалың қалмақ жау қамалап кеп қалған екен деп бет-бетімен тұра қашады. Ескелді жігіттері осылайша бір таңның өзінде шоқы басына бекінген жауларды үрейлендіріп, үркітіп, бекіністі басып алады. Арттағы қалың қолға жол ашады. Жау аңдып жүріп Ескелді батырды қапылыста қолға түсіріпті. Қапаста жатқан Ескелдіге өзінің ақ мысығы келіп тұрады екен. Ол жаудың асханасынан ет ұрлап әкеп тұрады. Қалмақтар аштан өлер десе олай емес. Күннен күнге Ескелді зорайып барады дейді. Бір аспаз айтады, оны ақ мысығы асырап жүр. Сол мысықты мен қолға түсіре алмай ақ қойдым дейді. Бір күні әлгі мысық бір пісірім қазына ала қашып Ескелдіге апарды. Артынан қуып барған аспаз бұл оқиғаны Қоңтайшыға айтады. Қоңтайшы баласына мысықты ұстап алда, таудың бір қуысына апарып таста дейді. Хан баласы көзі таңылған мысықты алысқа апарып тастай бергенде, ол аттың қапталына жабыса кетеді. Асау ат мөңкіп тулайды. Баланың бір аяғы үзеңгіден шықпай ілініп кете барады. Бір жамбасы үзіліп, бір аяғы үзеңгіге ілініп қалған өлі баланы алып, ат ауылға келеді. Мұны көрген хан өз бармағын өзі тістеп, өкіріп, жер сабалап жылайды. Хан ауылының қасиетті бір қариясы: «Сен оған бекер тиіскенсің, босатып жібер» дейді ханға. Хан: «Сенің налаң ұрды, ақыры баламнан айырылдым. Мен саған азаттық берейін, не қаласаң соны берейін, мал берейін, осы ауылдың бір қызын алып қайт» дейді. Сонда Ескелді: «Маған малыңның да, қызыңның да керегі жоқ. Тек өзің бұл жерден көш, есің барда еліңді тап» дейді. Сонымен жау бір күнде көшіп кетеді. Ескелді ауылына келсе, елі сенбейді. Барып қараса, жаудың көшкен жұрты ғана қалыпты. Мына бір оқиға
1936-37 жылдары болса керек. Күріш суғарған каналдар сол 30 жылдары салына бастаған ғой. Канал құрылысы жоба бойынша тұп-тура Ескелді ата зиратының үстін басып өтпекші екен. Құрылысшылар оны жермен жексен етіп қиратпақшы ғой. Алып экскаваторға бейітті тегістету қиын болып па? Аштық жылдарында қаза тапқандардың мола зират төмпешіктері жер бетіне жойылып кеткен жоқ па? Ол қорымдарды кім түгендеп жатыр? Тіпті өз билігінен айырылып, бодандықта түскен қазағын кімнің қай жерде қаза тапқанын біле ме? Білген де жоқ, түсінген де жоқ. Бұған өткен өмірден ешбір белгі қалдырмауды көксеген кеңес өкіметі кінәлі ме? Құрылыс бастықтары Ескелді бейітін жалпы қорымды қиратыңдар деп бұйрық береді. Жұмысшылардың бір тобы ол қазақтардың зираты, киесінен қорқамыз, әулие жерленген деп бас тартыпты. Бірақ өмірде әпербақандар аз ба? Сондай қызыл көз біреу, ой, сан ғасыр бұрын қаза болғанда не қасиет бар? Мен қиратып берейін, халықты жинаңдаршы деп омырау қағыпты. Ертесінде екіленген қызыл көз пәле Ескелді бабамыздың басына кейінгі саналы ұрпақтардың қол күшімен орнатылған ақ күмістей күмбезінің шанағын экскаватор тісіне іліп алып сындырмақ болады. Бірақ мәшине тісі қирап тынады. Әумесер өршеленіп одан бетер шабуылдайды. Ақыры экскаватор төңкеріліп, машинасы апатқа ұшырап жазым болады. Улап шулаған жергілікті ұлттың үрейінен әрі өзін-өзі қорғаған бейіттің жан шошытқан әрекетінен секем алған құрылыс басшылары Ескелді әулиенің күмбезін бұзғызбай, каналды әрі таман жылжытып салды дейді. Қараталдың молдасы ақ кірпік атады. Ескелді, Балпық, Жолбарыс, Орақ, әрі батыр, бишешен, әрі әулие, әруақты болды. Жерұйық газетінде мынандай бір аңыз жарияланды. 1939 жылы кәрістер жер аударылып келгенде отын судан тапшылық көріпті. Күндердің күнінде бір кәріс ата зиратының басына шеңгел орып жүреді. Соны көрген жергілікті қазақтың бірі, әй бауырым, қасиетті бейітке жолама, рухы жазалайды деп сақтандырады. Кәріс бой бермепті. Тоңып өлетін болдық қой деп шеңгелмен қоса Жолбарыс ата зиратының ағаштарын дарқалап үйіне алып кетеді. Сол күні зират ағашымен бойы жылынған кәріс үй ішімен қырылып қалыпты. Содан кейін кәріс ақсақалдары Жолбарыс атаның басына барып, жергілікті молдаға Құран оқытып, киесінен кешірім сұрапты дейді зейнеткер Латиф Қисаев атадан. Вақта аталарымыз туралы әңгімені тыңдағандарыңызға рахмет. Лүпіл басып қолдап отырыңыздар.